Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, қыс мезгілі басталып, көктем жақындап келе жатыр. Әбден иммунитеттеріңіз төмендеп, мазаларыңыз қашып жатса, онда осы видео дәл сіз үшін. Рецепт өте қарапайым, бастысы иммунитетіңізді бар жоғы 2500 теңгеге 3 күннің ішінде иммунитеттеріңіз 100%-ға жоғарылайды. Сенбесеңіздер жасап көріңіздер. Ол үшін бізге бар жоғы инжир, өрік, мейіз, грек жаңғағы және қаралы қажет болады. Және де бір дана лимон мен азғантай ғана әсел керек болады. Қанша граммнан кететінін астына описание бөліміне жазып қоямын. Мұқият қарап шықсаңыздар, өте тамаша, уақыттарыңызды да көп алмайды. Ең әуелі істің басын грек жаңғағын 2-3 қайтара жуып, противинге жай ғана пергамент парағын төсеп, азғантай градуста 200-250 градуста әсел пешке 5-7 минутқа салып кептіріп аламыз. Қуырылып кету керек емес. Қалған жемістеріміздің барлығын 2-3 қайтара жуып аламыз. Және су жылы суда тұру керек. Міндетті түрде, себебі сухофрукты деп айтамыз ғой, осылардың бәрі қатты болады. Жылы суға түскен кезде ол әуелі таза болады, екіншіден жұмсарады. Барлығын дәл осылай қағаз орамалға төсеп, суынан артып құрғатып аламыз. Барлығын да құрғатып алған жақсы. Құрамында ешқандай су болмауы қажет. Мінекей, барлығында 2-3 қайтара жуып алдық. Салфеткамен жақсылап тазалап алдық. Оған дейін біздің грек жаңғағымызда кеуіп қалды. Мінекей, құп-құрғақ болып шықты. Ешқандай құрамында су жоқ. Келесі кезекте бір дана осындай лимон. Өте үлкенін алмаңыздар, өте кішісі де қажет емес, орташасын алған дұрыс. Сыртын жақсылап жуып, құрғатып, сүртіп болғаннан соң, өздеріңізге ыңғайлы етіп осылай турап алыңыздар да, турап болғаннан соң арасындағы дәндерін алып тастаңыздар. Ол міндетті түрде, себебі дән бізге әшшілік етеді, әшші дәм береді жеген кезінде. Сол себепті алып тастаған жақсы. Сыртын жақсылап жуып алсаңыздар бұл жеткілікті. Барлығын бірін кетін бірін ет тартқыштан өткізетін боламыз. Ең әуелі мен бұл жерде қаралыны жібердім. Артынан инжир, оның соңынан лимон өткізіп жатырмын. Барлығын ет тартқыштың барынша кішкентай көздісін қойған жақсы. Ірі болып кетпейді сол кезде. Оның артынан мейіз. Барлығын осылай бір келкі етіп, ет тартқыштан өткізіп алыңыздар. Сол кезде араласуы жақсы болады. Бастысы бұл адамның жасына қарамайды. Неше жастан болса да, 2 жастан, 3 жастан бастап үлкен кісілерге де бере беруге болады. Әсіресе жүкті әйелдер жесе, тіптен гемоглобиндері көтеріліп, иммунитеттері жоғарылап, құрсақтағы сәбиге де пайдасы өте зор. Ең соңында біздер грек жаңғағын өткізіп жатырмын. Барлығында дәл осылай ет тартқышпен демде өтіп кетеді. Көп уақыт кетпейді да бұны дайындауға, бар жоғы 15 минут жеткілікті. Ең соңында әселді саламыз. Әсел, кім қандай әсел қолданады, сол әселді пайдалансаңыздар болады. Қурай әсел болсын, майский әсел болсын, кім қандай тұтынып жүр, қалауларыңызша. Және барлығын бір келкі масса етіп араластырып аласыздар да. Жақсылап араласуы, жақсы иленуі керек. Әселім менің қатты болғанмен, құрамында лимон бар, ол жақсы араласуға көмектеседі. Және құрғақ банкаға үстіп салып аласыздар да. Холодильникте немесе салқындау жерде сақтап қойып, күніне 3 мезгіл
тамақтан алдын бір шай қасықтан қолдансаңыздар жеткілікті. Сенбесеңіздер сынап көріңіздер, 3 күннің өзінде керемет нәтиже береді. Ал іске сәт, барлығыңыз жасап көріңіздер, денсаулықтарыңызды тіктеңіздер. Келесі видеоларда жолыққанша сау сәлематта болыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарийге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Өздеріңіздің жақын деген адамдарыңызбен видеомен бөліссеңіздер болады. Сау болыңыздар.